әуреті жабық болатын болса, басында орамалы болатын болса, бұл бір үлкен күнә істеді, харам істеді деп айту қиын. Себебі әуретін жауып, мысалы көшеде де жүреді деген секілді. Бірақ екінші тұрғыдан қарау керек, бұған әдеп ақылақ тұрғысынан. Бұл қаншалықты әдеп ақылақ тұрғысынан дұрыс. Яғни шариғатта харам болмаған нәрселердің барлығы істеуге болатын істер екен деп түсінуге болмайды. Әдеп ақылақ деген нәрсе бар. Мысалы, адамның жұрттың көзінше қақыруы, түкіруі, мысалы мұрнын тазалауы, шариғат тұрғысынан оған нақты харам деген ешқандай дәлел жоқ, бірақ әдеп, ақылақ, басқаларға құрмет деген нәрсе бар. Енді негізінде әйел адамның жүрісі, тұрысы, іс-әрекеті барлығы жасырын болуға негізделген. Мысалы, фиқх кітаптарында көреміз. Әйел адам құлақ қаққан, жалпы такбир тахрима жасаған кезде қолын құлағының деңгейінде көтермейді, көкірек деңгейінде көтереді және көкірегінің үстіне қояды дейді. Сәждеде тұрған кезде де жинаңқы тұрады. Соның бір себебін түсіндіріп береді фиқх кітаптарында. Себебі әйел адамның іс-әрекеті сол жасырын болуға негізделген дейді. Ал енді оны мысалы қойып қойса, оны неше түрлі бұзық ойлы ер адамдар бар, қарайды, оны қандай екен, сұлулығы қандай екен, басқа екен деп, яғни оны кейде ләззатпен қарап жатса, бұл қыз соның яғни кейде көз зинасына баруына да себеп болып жатады. Оны тойып қарау, ләззаттанып қарау, бұл негізі шариғатымызда тыйым салынады. Ал енді ол қарындасымыз тұрмыс құрған болса, әлбетте бұл мүлдем ерсі-тірлік болып табылады. Неге? Себебі оның жанында ері бар, одан кейін ері де өзінің әйелін қызғануы қажет. Ол әлеуметтік желіде тұрған екен, оны қанша адам көреді, оны тамашалайды. Ал мұсылман адам өзінің әйелін, әпкесін, қарындасын, махрамдарын бөтен еркектерден қызғана білуі қажет және қолдан келгенше соларды қорғауы керек.